Сәлем достар, бүгін оңай әрі тез дайын болатын қытырлақ жасайтын боламыз. Оған 2 жұмыртқамызды жарып салып, әбден араластырамыз. Сосын жарты шай қасық нан содымызды саламыз, әбден араластырамыз бәрін. Аздап тұзымызды саламыз. Бәрін әбден араластырып, секеріміз саламыз. 2 ас қасық. Әбден бәрін араластырып, енді аз-аздан ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Міне осындай қамырымызды әбден басып, 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды елейтін боламыз. Қамырымызды жұқалап, тегістеп елейміз. Енді жайылған қамырымызды ұзынша қылып кесіп, осылай ромбиктеп бөліктерге бөліп аламыз. Қызып тұрған тавамыздағы майымызға қытырлағымызды салып, 2 жағын алтын түтетіп пісіріп аламыз. Міне қытырлағымыз да дайын болып қалды. Маған қолдау білдіріп, подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Достар, келесі кездескенше.